Құрметті оқырмандар, бүгін бізде өшпес жеңістің ұлы қаһармандары жайында дауыстап оқу акциясы. Біз сіздермен бүгін Төлеген Тоқтаровтың ерлігі жайында айтатын боламыз. Яғни айта кету керек, тағы да Бестөбе кентінде Төлеген Тоқтаров атында бізде үлкен көшеміз бар. Ал енді Төлеген Тоқтаровтың естелігі жайында біз сіздермен біршама ақпараттарды бөлісе кетейік. Төлеген Тоқтаров екінші дүниежүзілік соғыста ерлікпен қаза тапқан қазақтан шыққан кеңес одағының батыры. 1921 жылы 19 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Қарақұдық ауылында дүниеге келген. 20 жасында майданға аттанып, 23 атқыштар гвардиясынан қазақтар бір туар ұлдары Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллинмен бірге жауға қарсы соғысқан. Қазақтың Қайсар ұлы 21 жасында майдан даласында жан баласы жасамаған ерлікпен қаза тапқан еді. Досының көзсіз ерлігін өз көзімен көрген кеңес одағының батыры ғалым Мәлік Ғабдуллиннің естеліктері туралы әлі күнге дейін ақпараттар бар.